Кішкентай кезімде ата-анамыз бір шал немесе бір кемпір қайтыс болыпты деп жан-жақтағы жақындарға хабар айтып, бәрі жиналып барып келіп жататын. Соған қарап балалық түйсігімізді тек шал мен кемпір ғана өледі деген оймен жүріп жасы елуге де толмаған анамыздан қапелдемей айырып қаламыз деп ойламаппыз. Әкеміз күнде жұмыста. Үйдің базаршысы мен болдым. Дүкеннен азық-түлік әкелуі менің мойнымда. Әкем берген ақшаның күнде есебін бірге алып отырамын. Сол кездері әр үйде бір айнасы бар сарғыш шифонер болатын. Соны құлыптап, қара дау чемоданды құлыптап, кілтін мектепке баратын сумкама салып аламын. Өзім төртінші сыныпта оқимын. Менің де екінші сыныптағы сіңілімнің де шашымыз ұзын, қалың. Шаш биттеп, қыста үйге от жаққан үйдің қабырғасы қара күйе, көрпешелердің тұстары кір. Дәл сол сәттерде анамыздың қайтқанына жыл болған кезде үйге екінші анамыз келді. Өз анам өте таза болатын, өзі тігіс тігетін, ауылдағылардың барлығының текеметтерін, киіз төсеніш оюын оятын, үй қопсы, қора қопсы, бақша бәрі қолмен қойғандай болатын. Ал мына анамыздың тазалығы асып түсті. Үйден бәрін шығарып әкетеді. Көрпелерді жайды, көрпеші тұстарын жуды, маталып төсейтін, жайма жамылатын көрпелерге тыс тігіп, кигіздерді қағып сілкіп, қабырғаға ілулі қолдан тоқылған килемдерді шөткілеп, шашымыз тазалап, көп бұрым етіп өріп қойды. Сабағымызды қадағалап, әсіресе орыс тілінен көп көмек тиді. Мен шелпек пісіре алмайтықтан бейсенбі сайын отқа бір қасық май салатынмын. Анама аттап бұл кісі келген соң бір жылға дейін көршілерді шайға шақырып Құран оқытып тұрды. Тазалыққа өте жіті көңіл бөлетін, жуған кірлері ақ шатырдай болатын. Күнде ұйықтар алдында беті қолымызды, аяғымызды жумай жатқызбайтын. Бізді мектеп бітірген соң оқытты, тұрмысқа берді, жасауымызды жасап, балаларымызға берімін көрсетті. Інімді үйлендіріп, балаларына өте жақсы қарады. Кір қожлақ еткен жоқ, үстері тап-таза, ерінбей жүгері талқан жасап қойып, үстке күріш тары салып, жарма жасап, тәтті ет пісіретін. Қаланың қызы едім деген жоқ, үйдің де түздің де тірлігін бітіріп жүрді. Асты үстіне түсіп емес, керісінше өте қатал әкемізді сыйлап, тәрбие тәртібіне көнгеніне ризамыз. Әкеміз 85-ке келіп дүниеден озды. 3 жылдан соң анамыз 3-4 күн жатты да кете берді. Алла мекендерін жұмақтың төрінен нәсіп етсін. Қазір басымыз қосылса еске алып отырамыз. Ешкімде жоқ әкемен өгейлікке қимайтын анамыз болғанына шүкіршілік айтып.